Assalomu alaykum. Sprinter 2.9 Sanyog motor. Mana mына жердің бәріне бачоктан су лақтырған. Су көтеріліп кеткен, сөйтіп бачоктан су мынаның кіршіксін ашып жіберген ғой. Сөйтіп лақтырған ғой. Қазір головкасын ашып көрейік, проблемасын көреміз. Головкасын ашып алдым. Полный су өтіп кеткен ғой. Гильзасында сызған ғой. Нормально өтіп кеткен ғой су. Мынаны сызған гильзаны. Головкасы. Прокатка жаман ұрған ғой. Кейін мынау. Шланга осыда тұрғанда мынау шіріп кеткен ғой. Осыдан су кеткен, короче. Осыдан басталған ғой. Бұны енді білмеймін, қазір айттым. Гильзовать етсе де болады, нижний час аса да болады. Қазір ойланып көретін болды, или нижний час, или гильзовать етеміз. Жинап шығуға да болады. Ойланып көрсін, соған қарап. Или жинап шығамыз, или гильзовать етеміз. Моторды шығарып алдым. Міне блок. Бұны ауыстырмайтын болды блогын. Осыны өзін гильзовать ететін болды, жинап шығатын болды. Так. Мыналар шіріп кеткен ғой жым. Таты ол сумен көп жүрген о деймін. Кейін майға батып қалған ғой. Аппараттан да май ағызған. Қазір мен шашып атым, шкив, коленвал. Махайктерін шешіп, поддон шешіп, бір тазалап алып токыраға барамыз. Поршындарын көру керек әлі, поршындары қалай екен. Соған қарап, токыраға барамыз. Сумен вообще көп жүрген ау деймін соған қарағанда ша. Мына блокты полностью шашып алдым. Короче, мына блок нашар ғой. Мынау пробкаларын шығарып алдым да, мына бәрінше. Ішінде нагар, тот басып кеткен. Короче, гильзаның айланасы неге толып қалған ғой. Қазір мынау пробкалар. Специально шығарып көрсейін дедім мынау. Мына жағында да пробкасын бәрін шығарып алдым. Ертең күн проблема болады бұл. Су айланбайша, циркуляциясы болмай. Мыналар бітеліп қалған айланасы. Мына блокты жинауға болмайды бұл. Ертең күн проблема болады. Қызатын болады бұлда. Шатундары жақсы, бірақ поршындар жармайды. Поршындарға зиян тиіп кеткен. Шатун нормально. Сызылған. Қазір головкасын да көрсетейін. Бұның головкасы су құйған ғой сразу ше. Головка трещина берген. Фуркамераның іш жағына қарап трещина кеткен. Короче, головка, блок жарамайды ғой. Или блок, голый блок аламыз. Или мотор алады. Көреміз қазір. Егесін айтамыз. Осыны жағдай ғой. Міне нижний час алдық. Бірақ поддоны жоқ, масляный насосы жоқ. Так, біз аппаратын шешеміз и масляный фильтр корпусын шешіп береміз. Помпасын шешіп береміз. Бізде бар ғой. Бұлардың бәрі менсоват етілген да. Сонда бізге блок арзанға түсті. Коленвал қалатын болды, бірақ анадан шыққан коленвалды беретін болдық та ол кісіге.
Мен бізге арзандау түсті. А так мынау хомдары четко болып тұр, заводской сетка. Қазір енді мұны мен коленвалды бәрі по-любому передний крышканы ауыстыруым керек. Коленвалды шығарып, корино клатчтарын бір көріп, қайтып жуып тазалап, жинау керек. Шашып алайын. Міне мойкадан таза болып шықты, майға батпаған еді. Осылай таза болып шықты. Жинау керек енді бұл. Мына блокты машинеге салып қойдық, полностью жинап. Тек головкамыз қалды. Мына жаңа головка. Корея. Оригинал. Бұны. Бұда свеча накал. Енді по-любому басқа мәселелер головкада свеча накал болмайды. Именно пробкалар жоқ. И гидрокомпенсатор жоқ. И рассветол жоқ. Клапандар да жоқ. Біз басқа клапан салып, притирка істеп, машинеге салып отырмыз. Қазір головканы салып, аппарат салып, полностью дайындаймыз. Сонымен оталдырамыз. Моторды полностью жинап болдым. Мотор дайын. Блок привозной болды. И головкасы жаңадан салынды. Турбина, аппарат сол екеуі ғана ауыспады. Қалған полностью бәрі ауысты. Гладкий ролик, екі ролик, ремен, патрубка ауысты, астыңғы жағынан жыртылған екен. Расход енді бір мотор, привозный моторға бәрі ақшасы оған барған жоқ. Так, бір оталдырып көрсетейін. Мына прямой мына жерден оталдырып көрсете салайын. Енді кольца біраз цилиндрге нормальный жайғаспаса, нормальный басып жүре береді ғой. Просто басында сәл қинамай тұру керек та, пока кольца жайғасқанша. Қанша дегенде кольца қатты болады ғой.